Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге әрине мен блогер Айбек. Бүгін біз міне керемет жаңадан рубрика бастайын деп жатырмын. Бұны орыс ютуберлері, Америка ютуберлері және түрлі жерлердің ютуберлері түсірген, бірақ қазақ ютубында түсірген адамдар өте аз бұндайды. Және де мен осы жаңа проект көріңіздер, лайк басыңыздар, жаңа комментарий жазып кетіңіздер. Қызықты болады деген ойдамын. Ендеше бастайық. Жоқ, күте тұрыңыздар, мен бұл видеоның атын айтуды ұмытып кетіппін. Бұл оқушылардың типтері, оқушылардың түрлері, әртүрлі оқушылар мысалға сабақта қалай отырады, сабақта не істейді, соны көрсететін боламын осы видео арқылы. Ендеше осы жолы точно бастайық. Жігіттер, мен ұйықтаудан сабақ аяқталасын айттым. Бірінші мандарин жейм. Екінші тағы да мандарин жейм. Жоқ, ештеңе емес. Үйге не бер? Параграф 18 ағзалардың көбеюі. Кім дайын? Апай мен шығайын, апай мен шығайын. Наурыз. Ана білесің ба? Бақтыбек пен Нұргүл жүріп отыр екен ғой. Саған қалай жүріп кеткен, үндемей жүріпті. Сосын кеше бар ғой, бір үйді тонап кетіпті ғой. Білмеймін қай үй екен, әйтеуір тонап кеткен кеше бір үйді. Соны білемін әйтеуір. Тағы да ана новости бар ғой. Апай курткімді киіп отырсам бола ма? Наурыз, терпегімді үйретіп басым қатық болды. Класс плюс 30 градус жып-жылы ғой. Қалай тоңып отырсың? Білмеймін, әйтеуір тоңып отырмын. Бере тұршы. Кеше бокста 2 баланы ұрып құлатпайын ба? Сосын екеуі тұрады да бірге жауып кетеді ғой маған. Енді білмеймін қалай тұрып кеткендерінде, бірақ мен әйтеуір ұрып құлатқанымды білем. Ертең бокстаспаймыз да. Сен де ұрып құлатқың келіп тұр. Спортикпен білесің ғой, денесі жүгірсек екен, соны қалып отыр. Кішкене дене қыздырып алып, турникке тартылып, отжимание жасап, гантель көтеріп тастау керек. Сосын болды. Жігіттер, кеше мен класстан 96-шы өлең күттім. Сосын кеше лефтердің барлық сериясын сразу бір күнде өтіп тастадым ғой. Қараң, балдар, бір прикол айтам. Кеше бар ғой, бір шал келатырып бар ғой. Айтам. Сосын кеше шал бар ғой, сол шал кетқан. Айтам кез. Төрәлиев, тұрда барып қолыңмен сал. Жігіттер кетіп қолмаймыз, 2 сабақ қалды ғой. Қыздар, айта салың, мені басы ауырып кетті, Алданның қолы ауырып кетті, Наурызбектің іші ауырып кетті деп айта салың, кеттік ал. Қыздар, шынымен басым ауырып тұр, кеттім. Айта салың да апайларға. Жігіттер, 10 теңге бар ма? Қайсы беріңізші? Мәке 10 теңге бар ма? Самсақ ішпей тұрады. Рахмет. Наурыз 10 теңге бар ма? Тағы да кішкене соғып затты анамға алайын дедім қасына. Ой, рахмет. Кәрім 10 теңге бар ма? Керек болып тұрады. Осы секілді қызықты видеолар және түрлі керемет фотолар менің инстаграм парақшамда толып тұр. Сондықтан да менің инстаграм парақшама жазылып кетіңіздер. Бұл жерде енді жаңа айтып кеткендей фотоларымды, видеоларымды және күнделікті историялар және жиі тікелей эфирлерге шығып тұрам. Достарыммен, Дамир Гизетпен және түрлі достарыммен қосылып тікелей эфирлерге шығам. Кей кезде сіздермен де бірге шығуым мүмкін. Сондықтан да менің инстаграм парақшама жазылыңыздар. Сілтемесі төменде немесе Нежный Айбек, Нежный Т. Сіздерге осы видеолар ұнады деген ойдамын. Егер ұнаған болса, әрине лайктарыңызды басыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Және де комментарийға тағы да келесі осындай типтер жайлы видео қандай затқа болсын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Қолдаңыздар мені лайкпен. Бұл видеоны түсіру үшін маған өте көптеген еңбек керек болды. Сіздер үшін арасында бір күн немесе 2 күн немесе күн сайын видео шығаруға тырысам. Сондықтан да лайкпен қолдаңыздар. Келесіде көріскенше сау болыңыздар. Как такое может быть, что тебя забыть? Я не могу эту даму нечем крыть. И как убить любовь мою?